Қайырлы күн оқырмандар. 2025-те салынған су жаңа үйдің түсіріліміне келдік. Үйіміздің кіреберіс прихожка аймағы, едені кафельденген, есіктердің барлығы бағалы, кіреберіс аймақ, паркет, осындай айнасы бар. Және де мына жақ бөлігімізде үйіміздің ас бөлмесі. Барлығы дайын тұр. Кіргеннен мына жақ бөлігімізде бірінші жатын бөлмесі. Мына жақ бөлігіміз холл. ТВ зонасы барлығы бар. 2025-те салынған күйдірілген қыштан. Үйдің жалпы ауданы шамамен 155 метр квадратты құрайды. Үйіміздің қонақ бөлмесі кең, жарық, потолоктың размері шамамен 3 метрді құрайды. Мына жақ бөлігімізде екінші жатын бөлмесі. Жас отбасыға өте қолайлы. Мына жақ бөлігімізде жуыну бөлмесі мен әжетханасы орналасқан. Өте әдемі жасалынған душовой. Және мына жақ бөлігіміз кладовка қылсаңыздар да болады. Сыртқы жақ көрінісіне өтетін болсақ, үйіміздің орналасқан жері Саяхат районы, Саяхат 16-5. Ауласы толығымен қоршалған. Мына жақ бөлігімізде Сұлтан Бейбарыс және де Абылай Айдосовпен екі ортасында орналасқан. Гаражы толық аула қоршалған. Және де үлкен навес жасалынған. Осындай жер көлемі 10 соттықты құрайды. Ауланың осы жақ бөліктеріне стяжка құйылған толықтай. Мына жақ бөлігімізде үйіміздің гаражы және де артық заттарыңызды қоюға төбесіне де арналып жасалынған. Үйіміз 2025-те салынған күйдірілген қыштан. Фундаменттің биіктігі шамамен подушкасымен бірге 90 см. Мына жақ бөліктерімізге елка орнатылған. Газ, су, свет барлығы келіп тұр. Өте жақсы салынған. Времянка гараж екеуін қосқанда 21-5 размері. Времянканың көрінісіне өтетін болсақ, времянканың ішкі көрінісі бұл жақта да қазіргі уақытта өз кісілер отыр. Мына жақ бөлігіміз қонақ бөлмеге арналған. Және де мына жағымызда жуыну аймағы, кладовка, ас ішетін орны бар. Және де мына жақ бөлігімізде бір жатын бөлме есебінде 3 бөлмелі времянкасы. Терезенің барлығына решетка қойылған времянкадегі. Мына жақ бөлігімізде үйіміздің артқы жақ бөлігінде бау-бақшаға арналған жері қалған. Кең бау-бақша ексеңіздер болады. Үйдің сыртқы жақ көрінісі. Басқа да сұрақтар жөнінен хабарласыңыздар.